Сәлем достар, бүгінгі подкастта біз жалғыздық туралы сөйлесетін боламыз. Бәріміз өміріміздің бір кезеңінде өзімізді жалғыз сезінген шығармыз. Бұл сезім қайдан пайда болады және одан қалай арылуға болады? Келесі минуттарда осы тақырыпқа тереңірек тоқталайық. Бірінші, жалғыздықтың себебі неде? Жалғыздық бұл біздің ішкі сезіміміз. Ол айналадағы адамдардың санына немесе қарым-қатынасқа байланысты емес. Бір адам өзін көпшіліктің арасында да жалғыз сезінуі мүмкін. Ал кейбіреулер жалғыз болғанда да өзін толыққанды сезінеді. Бұл неге байланысты? Байланыстың жетіспеушілігі. Бірінші. Бізге тек физикалық қатысу ғана емес, шынайы эмоционалдық байланыс қажет. Егер айналаңызда біз сізді түсінетін немесе қолдайтын адамдар болмаса, жалғыздық сезімі туындауы мүмкін. Екінші, өз-өзіңізбен болу. Кейбір адамдар өздерімен жалғыз қалғанда ішкі тыныштық табады. Ал кейбіреулер керісінше өз-өздерін түсінбеуі немесе қабылдамауы салдарынан жалғыздық сезімін бастан кешіреді. Үшіншісі өзгерістер кезеңі. Біз переезд, жұмыс ауыстыру, жаңа ортаға үйренісу секілді үлкен өзгерістер адамды уақытша жалғыз сезіндіруі мүмкін. Әдеттегі байланыстар үзіліп, жаңа қарым-қатынастар қалыптаспаған кезде жалғыздық сезімі пайда болады екен. Енді келесі нәрсе ойдан шығарылған жалғыздық. Кейде біз өзімізді жалғыз сезінеміз, өйткені ойымызда белгілі бір стереотиптер немесе күтулер бар. Әлеуметтік желілерде басқалардың өмірлерін көріп өзімізді салыстырамыз. Менің достарым жоқ, мен ешкімге керек емеспін деген сияқты ойлар жалған сенімдер тудырады. Енді жалғыздықтан қалай арылуға болады? Біріншіден, эмоционалдық байланыстарды күшейту. Өзіңізді жақын сезінетін адамдармен тереңірек байланыс орнатуға тырысыңыз. Шынайы әңгімелер айту арқылы, қолдау көрсету және қабылдау сезімі арқылы жақындарыңызбен қарым-қатынасты нығайтуға болады. Келесісі, жаңа адамдармен танысу арқылы. Қоғамдық шараларға қатысу, хобби арқылы жаңа адамдармен танысу жалғыздықты жеңудің бір жолы. Жаңа ортаға ашық болыңыз. Келесісі, өзіңізді қабылдау. Өзіңізбен үйлесімді болу бұл жалғыздықтан арылудың маңызды қадамдарының бірі. Ең маңызды деп санаймын өзім үшін. Өз сезімдеріңізді түсініп, оларды қабылдап, өзіңізге қамқорлық жасаңыз. Тағы не істеуге болады? Жалғыздықтан арылуға арналған қосымша практикалық шешімдер бар ма? Бар. Біріншісі, бұл еріктілікпен айналысыңыз. Біреуге көмек көрсету арқылы өзіңізді пайдалы және қоғамға қажет сезінесіз. Еріктілік арқылы сіз жаңа адамдармен танысып, өзіңізді қоғамның бір мүшесі ретінде сезінуге мүмкіндік аласыз. Бұл тек жалғыздықтан арылуға көмектесіп қана қоймай, сізге рухани қанағат әкелуі мүмкін. Келесі жолы бұл физикалық белсенділікпен айналысыңыз. Спорт немесе серуендеу жалғыздық сезімін жеңудің тиімді жолы. Денені шынықтыру стресс пен күйзелісті азайтады. Сонымен бірге өзіңізге деген сенімділік пен ішкі күш-қуатыңызды арттырады. Фитнес клубтарға, йога сабақтарына немесе топтық спорт шараларына қатысу жаңа достар табуға көмектеседі. Келесі жол бұл жаңа хобби табыңыз. Жаңа нәрселерді үйрену және қызығушылықтарыңызбен айналысу ол жалғыздықты жеңудің керемет жолы. Сурет салу, музыка, аспаздық немесе тіл үйрену секілді жаңа хобби табу арқылы сіз өзіңізді дамытып қана қоймай, сол салада жаңа адамдармен танысуға мүмкіндік аласыз. Тағы бір келесі жол бұл күнделік жазыңыз. Өз сезімдеріңізді қағазға түсіру, ішкі сезімдеріңізді реттеудің тамаша тәсілі.
күнделікті жазу арқылы жалғыздықтың түпкі себебін түсінуге болады. Бұл өзіңізге бағытталған ішкі сұхбатты жақсартып, эмоционалды теңгерімді қалпына келтіруге көмектеседі. Жасап көріңіз. Кішкентай бірақ жүйелі қадамдар жасаңыз. Жалғыздықтан бірден арылу қиын болуы мүмкін. Бұл айтқан нәрселердің барлығын жасаудың қажеті емес, біреуін таңдап жасап көріңіз. Сондықтан алдымен шағын қадамдар жасаңыз. Бір адаммен жаңа таныстық орнату, бір шараға қатысу, немесе бір әлеуметтік топқа қосылу. Уақыт өте келе бұл қадамдар үлкен өзгерістерге әкеледі. Тағы бір жолы бұл медитация немесе тыныс алу жаттығулар арқылы сіз өзіңіздің ішкі сезімдеріңізге назар аудара аласыз. Бұл әдістер эмоциялық тұрақтылықты сақтауға, жалғыздықтың терең сезімдерінен арылуға және өзіңізбен үйлесім табуға көмектеседі. Және әрине ең соңғы жолы бұл әрине психологиялық көмек іздеу. Егер жалғыздық сезімі тым ұзаққа созылып, оған өз бетіңізше төзе алмасаңыз, психолог немесе терапевтке жүгіну тиімді шешім болар еді. Өйткені психолог мамандар сіздің эмоциялық жағдайыңызды тереңірек түсініп, оны басқаруға көмектеседі. Бұл практикалық кеңестер жалғыздықтан арылуға және өзіңізді әлде қайда толыққанды бақытты сезінуге көмектеседі. Қорытындыласақ, жалғыздық бұл тек эмоция, және ол біздің ішкі әлемімізден шығады. Біз оны бақылап, оның себебін түсініп, одан арылуға әрекет жасасақ, бұл сезімнен оңай құтылуға болады. Өзіңізді түсініп, қоршаған ортаңызбен байланысыңызды жақсартыңыз. Осы подкаст сізге пайдалы болды деп сенемін. Егер сізде осы тақырыпта ойларыңызбен бөліскіңіз келсе, пікір қалдырыңыз. Сіздермен келесі кездескенше сау болыңыздар.